Мың үйрекпен үйдің алғашқы жарнасын жинауға бола ма? Көп адам үй ала алмаймын дейді. Бірақ біреу ай сайын тек ақша жинайды. Ал біреу сол ақшаны табыс әкелетін іске салады. Енді сұрақ: мың үйрек сіздің үйдің алғашқы жарнасын жақындата ала ма? Бірге есептеп көрейік. Мың инкубациялық жұмыртқа аламыз. Бір жұмыртқа 800 теңгеден. Жалпы бастапқы шығын 800 мың теңге. Орташа шығымы 75%. Демек шамамен 750 үйрек шығады. Үйрек небары 60 күнде етке дайын болады. Орташа салмағы 2-8 кг болады. Еттің бағасын килограммы 2800 теңге деп есептейік. Сонда бір үйректің сатылым құны шамамен 7840 теңге болады. 750 үйректің жалпы сатылым 5 миллион 880 теңге болады. Енді шығындарын есептейік. Инкубациялық жұмыртқа 800 мың теңге. Жем 2 миллион 25 мың теңге. Вакцина, электр, су және басқа шығындары шамамен 450 мың теңге. Жалпы шығыны 3 миллион 275 мың теңге. Егер бәрі жоспар бойынша болса, болжамды таза пайда 2 миллион 605 мың теңге болуы мүмкін. Енді ойлап көріңіз, Қазақстанның көптеген қаласында пәтердің алғашқы жарнасы деп осындай сомадан немесе одан жоғарыдан басталады. Әрине, бұл бір айналыммен бәріне жете саласы деген сөз емес. Бірақ осындай айналымдар қайталанып, шаруашылық үлкейсе, үлкен мақсаттарға жақындауға мүмкіндік артады. Сондықтан мен өзіме әрқашан бір сұрақ қоямын: алғашқы жарнаны жылдар бойы жинаған дұрыс па, әлде сол ақшаға табыс әкелетін шаруашылық құрып, алғашқы жарнаға тезірек жақындаған дұрыс па? Ал сіз қайсысын таңдар едіңіз? Үй немесе мың үйрек? Пікірге өз ойыңызды жазып кетіңіздер.